6 күннен не ұттық? Бұдан бұлай оқушылар үшін соңғы қоңырау 25 мамырда емес 1 маусымда соғылады. Биыл елімізде оқу жылы 31 мамырда аяқталады. Бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау 1948 жылдан бері соңғы қоңырауды осы күндері біз атап өтетінбіз. Неге 25 мамырды 1 маусымға ауыстырды екен деп ойлаймын да. Бірақ биыл жылымыз ерекше. 31 мамырға дейін біздің балаларымыз оқып жатыр. Қаншалықты білімді көп алды, не аз алды, ол әлі уақыт көрсетер. Бірақ қалай ойлайсыздар? Тиіспей-ақ қою керек еді ғой сол күнге. Бұрынғы 25 мамырда мектепті бітірген дұрыс болды ма, жоқ әлде қазіргі жаңа 31 мамырда бітіргеніміз дұрыс па? Өйткені қарап отырсаңыз, қазір біздің ұл қыздарымыздың өзі кейбіреулері кітаптарын мектепке тапсырып қойған, сабақтары қорытылып қойған. Яғни мектепке кейбіреулер құрбекерге барып жүр, мұғаліммен сабақтан тыс әңгімелесіп, сөйтіп қайтып жүр. Оны көріп отырмыз, ондай нәрсе бар. Неліктен біз енді 6 күнді қойғанымыз мен өзім түсінбеймін. Егер де сіздер білетін болсаңыздар, жазыңыздар. Менің ойымша ескі 48 жылдан бері келе жатқан салт дәстүрімізді қайтарып 25 мамырда соңғы қоңырау өткізіп, 25 мамырда мынандай 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деген тойлатып жүргеніміз дұрыс еді. Ойларыңызды жазыңыздар, Май Қазақпен бірге болыңыздар. Әрқашан сәттілік тілеймін.